Заходим в программу у нас. Так. Я Кот-Муза. Вы меня нарисовали, а я жила. Теперь я настоящая. жылғы 25 маусымнан бастап колледждерге құжаттарды қабылдау басталады.
27 тамыз аралығында жұмысшы мамандықтары бойынша, 22 тамыз аралығында орта буын мамандар мен қолданбалы бакалавриат кадрларын даярлау бойынша, 20 шілде аралығында шығармашылық дайындықты қажет ететін мамандықтар бойынша, 10 тамыз аралығында педагогикалық мамандықтар бойынша, 10 тамыз аралығында 9 сынып негізінде медициналық мамандықтар бойынша, 25 маусымнан 15 тамыз аралығында 11 сынып және техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру негізінде медициналық мамандықтар бойынша. Ақылы оқуға 27 тамызға дейін, кешкі және сырттай оқу нысанына 20 қыркүйекке дейін. Назар аударыңыз, колледжге құжаттарды тапсырған күн конкурсқа қатысуға ықпал етпейді. Құжаттарды белгіленген мерзім ішінде кез келген күні тапсыруға болады. Талапкер өтінішті егов порталы арқылы тапсыра алады. Оқуға түсу үшін құжаттарды қабылдау туралы өтініш, білім туралы құжаты, 3/4 көлеміндегі цифрлық сурет, 075 нысандағы медициналық анықтама, оқуға түсушілердің жекелеген санаттар үшін жеңілдікті растайтын құжаттар қосымша ұсынылады. Сәйкестендіру үшін жеке тұлғаны куәландыратын құжат қажет. Қажетті құжаттардың бір бөлігі тиісті мемлекеттік ақпарат жүйелерінен автоматты түрде алынады. Кәмелет жасқа толған талапкерлер құжаттарды өзі, ал кәмелетке толмаған талапкерлер заңды өкілімен бірге тапсырады. Өзімен бірге ЭЦК кілті болуы керек. Орта буын мамандықтары оқуға түскен кезде талапкер 4 мамандықты және 4 колледжді таңдай алады. Жұмысшы мамандықтар үшін сұхбаттасу көзделген. Шығармашылық мамандықтары бойынша қабылдау емтихандары 21-28 шілде аралығында өтеді. Педагогикалық және медициналық мамандықтары бойынша 15 тамызға дейін өтеді. Мемлекеттік тапсырыс бойынша конкурс аттестаттың орташа балы негізінде автоматты түрде өткізіледі. Ал педагогикалық, медициналық және шығармашылық мамандықтар бойынша емтихан нәтижелері ескеріледі. Шығармашылық мамандықтар бойынша 29 шілдеден бастап 2 тамыз аралығында өтеді. Педагогикалық мамандықтар бойынша 16-17 тамыз аралығында өтеді. Медициналық мамандықтар бойынша 9 сынып негізінде 16-17 тамыз аралығында өтеді. 11 сынып және техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру негізінде 18-19 тамыз аралығында өтеді. Қалған мамандықтар бойынша конкурс 23-24 тамыз аралығында өтеді. Конкурс нәтижесі білім басқармасының ресми интернет ресурстарында жарияланады. Сондай-ақ порталдың 1414 бірыңғай байланыс орталығы арқылы SMS хабарлама арқылы жіберіледі. Күндізгі оқу нысанына қабылдау 31 тамызға дейін, ал кешкі және сырттай оқу нысандарына 30 қыркүйекке дейін аяқталады.